Түркістан қаласы Шымкент қаласынан 170 шақырым қашықтықта орналасқан. Қаланың шығысы тарихи Отырармен, солтүстігі Кентау қаласы және Созақ ауданымен, батысы Қызылорда облысының Жаңақорған ауданымен шектеседі. Әкімшілік аумағы 9,4 мың шаршы шақырымға жетеді. Түркістан көне заманда Шауғар деп атанған. Ұлы Жібек жолының бойында, Қаратау мен Сырдария өзендерінің ортасында орналасқан ежелгі қала. Сол заманда шаһарға тырнадай тізілген қоңыраулы керуендер батыстан да, шығыстан да ағылып келіп жататын болған. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында 14 ғасырдың соңында тұрғызылған архитектуралық ғимарат. Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан кейін, халықтың көп жиылуымен өзіне арнап соғылған кішкене мазарға жерленеді. Кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тәуіп ету орнына айналды. Түркістан қаласындағы Ахмет Яссауи ғимараты орта ғасырлық сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші. Ол 12 ғасырда өмір сүрген бүкіл шығысқа аты әйгілі көне түркі ақыны, софизмді уағыздаушы Ахмет Яссауидің яссыдан шыққан деген мағынада бейітінің басына орнатылған. Оңтүстік Қазақстанда Сайрам деген жерде туған Ахмет Яссауи сол кездегі ғылым мен ағартудың орталығы ретінде белгілі болған Отырар қаласында білім алады да, кейіннен Бұхардағы Юсуп Хамадани басқарған сопылар қауымына кіріп, дәруштік мектептен өтеді. Қожа Ахмет Яссауи қазақ халқының байырғы мәдениетінің тарихында айрықша орны бар ұлы ақын, сопылық поэзияның негізін салушы, күллі күншығыс мұсылмандарының рухани ұстазы болған ұлы ойшыл, діни қайраткер. Жалпы біздің Қожа Ахмет Яссауиға саяхатымыз осы жерден аяқталады. Бұнымен видео аяқталмайды достар. Біз ары қарай керуен сарайға баратын боламыз. Алда керуен сарайының қызықты жерлерін көрсетеміз. Жалпы егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліңіздер, лайктер қалдырыңыздар. Және де алдағы уақытта Түркістанды бұлмен тоқтаймыз. Алдағы уақытта бұдан да ұзақ қып контент түсіретін боламыз, Алла нәсіп етсе. Жалпы бұл жердің енді стилі орта ғасырдағы дәл бұл кездегі Әмір Темір заманындағыдай стиль қылып жасалған. Бірақ енді бұл сол кездегі стильмен жасалған болғанымен, бірақ бұл заманауи базар. Сәуірде Түркістан қаласында орталық Азиядағы ең ірі керуен сарай, көп функционалды туристік кешенінің ашылуы рәсімі өтті. Инвестициялық жобаны Turkistan Tourism City компаниясы іске асырды. Кешен құрылысы 2019 жылы желтоқсан айында басталды. Нысан 20,5 гектар аумақта орналасқан. Мұнда 4000-нан астам тұрақты жұмыс орны құрылды. Кешенге Жібек жолы дәуіріндегі саудагерлер мен қолөнершілер көшесі, ұшатын театр, ат шоуын өткізуге арналған амфитеатр, шығыс базары, сауда сөрелері мен бутиктер, қонақ үйлер мен мейрамханалар, спа және фитнес орталық, кинотеатр, отбасылық ойын-сауық орталығы кіреді. Бұл ретте барлық құрылымдар су арнасы арқылы байланыстырылған, онда судағы қайық шеруі театрландырылған шоуы өткізіледі. Керуен сарай кешенінің орталық Азияда баламасы жоқ, және ол Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен кейін өңірге туристер мен инвестицияларды тартатын басты орталыққа айналуы тиіс. Бұл жер 2019 жылдың желтоқсан айында өзінің жұмысын бастады, құрылысын бастады жалпы. Ал одан кейін 2021 жылдың сәуір айының 10 күні бұл жерде ашылуы болды, ресми ашылуы болды. Және де бұл жердің негізін қалаған, жалпы инвестиция қойған Turkistan Tourism City компаниясы бұл жерге инвестиция қойды, яғни 87 миллиард теңге бөлінді осының керуен сарайының құрылысына. Сосын бұл жердегі бизнес орталық Азиядағы жалпы ең ірі туризмге айналдырамыз деген мақсатпен жасады. Енді бұны болашақта көреміз. Мысалы 2021 жылдың 10 сәуірінде бұл жер ашылған болса, қазір 2024 жыл, бүгін 20 мамыр. Яғни арадан 3 жыл уақыт өтті. 3 жылдың ішінде жалпы адамдардың
көзқарасы бұл жерге бір жақсы жағына қарай өзгерді, бірақ әлі де көптеген жұмыстар жасалу керек бұл жердің өсуі үшін, көркеюі үшін, яғни даму үшін. Жалпы Қазақстанда тек қана бір ғана Түркістан емес, көпшілік айтып отқан көпшілік жастардың ой пікірі бір жерден шығады, яғни олардың ойы бүкіл Қазақстандағы облыс орталықтарын дамыту, туризм саласына қарай. Сол кезде мемлекеттің экономикасы да, халықтың деңгейі де өседі. Жалпы бұл жердегі мысалы статистикаларды көретін болсаңыз, бір 3 мыңға жуық адамға жұмыс табылғанда бұл жерде тұрақты жұмыс 3 мың адам. Бұл деген енді бұл керемет, бірақ бұдан да үлкен жетістіктер бізге біз үшін керек болады алдағы уақытта. Жалпы Түркістан облысының орталығы, яғни облысының орталығы Түркістан қаласы. Бұл жердің ресми ақпарат бойынша 220 мың халқы бар, және де одан бөлек бұл жерде көптеген ұлттар тұрады. Оның ең ірісі, ең көп бөлігі 69,27% бұл қазақтар. Ал екінші орында өзбек ұлты 27,8%. Одан басқа 0,99% түрік халқы, 0,85% орыс ұлты, тағы да 0,96% басқа ұлттар бұл жерде осы уақытқа дейін мысалы өмір сүріп келеді. Және де бұл жердің ерекшелігі, бұл жер толықтай орта ғасырлық шығыс стилінде салынған. Сырты шығыс стилінде, ал ішіндегі заманауи бүкіл дүниелер. Бұл да бір адамға недандай бір әсерін береді, өзінің өзгеше әсерін береді. Ассалаумағалейкум бауырым. Уағалейкум ассалам. Есімің кім болады? Жан Али. Есімім Бағдат болады. Қуаныштың танысқаныма. Жалпы сол Түркістан қаласының тұрғынысың ғой, иә? Иә, тұрғын. Түркістан қаласы жайлы жалпы өзің ойың, көзқарасың қандай? Көзқарасым жастар жайлы айтайын. Енді менталитет енді дамып келе жатыр. Енді осы үкіметтен ақша бөлініп осындай әдем жерлер енді салынып келе жатыр. Сол алдағы уақытта ендігі деңгейге шығамыз деп ойлаймын. Өздерің жалпы не оқисыңдар ма, әлде жұмыс істейсіңдер ме? Оқу 2-ші курс. 11-ші класты енді бітіріп сол. Есімің кім болады бауырым? Элдар болады аға есімім. Есімім Бағдат болады, қуаныштымын. Қуаныштымын. Жалпы Түркістан жайлы көзқарасың қандай? Түркістан жайлы, Түркістан тарихи жер ғой. Одан бөлек енді облыс болғаннан кейін дамып келе жатыр Түркістан. Қыздар жағынан қалай? Қыздар жағынан әзіл бар еді. Ең әдемі, ең керемет қыздар Түркістанда. Ол керемет. Жалпы тағы да бір қояйын деген сұрадым, алдағы уақытта қандай мақсаттарың бар болашақта? Мысалы дәл осындай сендерде осындай дүние жасайын деген бір мақсат бар ма болашақта? Иә, сол қазір мысалы үкімет неше миллиондап бөліп жатыр жастарға стартапқа ше. Сонда алдағы уақытта сол стартаптың тиынын алып деген сияқты бизнес план жасап, осы Түркістанды дамытып, сондай бір өзім үлесім қосып дамуға. Сондай план бар. Бауырымыз негізі бизнеспен айналысады өзі. Жақсы. Қандай бизнеспен? Автошинамен Жауғашты базарда айналысамыз. Қай базары? Жауғашты базарында. Болды. Керемет. Енді жалпы енді біз кегел бұл адамдардан естіп жатырмық та. Жалпы енді бұл жердің егесі, мысалы Түркияның адамдары екен, мысалы Түркиялық кәсіпкерлер екен да. Осы жердің. Иә. Осы жерді салған, жалпы негізін қалаған адамдар да. Сол енді біз енді ойлап қарасаң да, неге өзіміздің сондай адамдар шықпасқа да осы жердің өзін жергілікті мысалы көркейтемін, дамытамын деген
мысалы енді қалай айтсам болады, енді өзімізден шыққан бәрі жақсы ғой дегенім ғой. Сол сияқты сендерге айтып отқаным ғой, мысалы келешекте сондай үлкен жоспарларың бар ма деп отқаным ғой. Енді қазір көп блогерлар сөйтіп шығып жатыр, енді осындай қазақты, жастарды жаңғыртып, сол алдағы уақытта Құдай қаласа осы біздің поколение ғой, енді солардың көзі ашылып енді істейді деп ойлаймын. Алдыңғы поколениеда енді сәл болды ғой андайлар. Иә, дұрыс айтасың. Айтпай ақ қой, политикаға кіріп ол. Иә, дұрыс айтасың. Өздерің көзқарастарың керемет. Рахмет. Өтінішсіз жоқ демегендеріңе. Құдай қаласа алдағы уақытта видеоны күтіңдер. Құдай қаласа, иншалла. Табиғат не деген әдемі деймін да. Бүгін ауа райы өте керемет болып тұр. Достар, осымен біздің Түркістанға саяхатымыз аяқталды. Және де алдағы уақытта бізден бұдан да қызықты видеоларда, шығарымдарды күтіп қалыңыздар. Қазақстан Республикасына, Түркістанда және де жаңа видеоларда амандықта жүздесейік.